Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Оразаларыңыз қабыл болсын. Біз жолдасымыз екеуміз бір жерден ауызашардан келдік. Енді сәресіне дәмдеп, бір салат жасап қояйық деп жатырмыз. Ол үшін үйде огурцы, помидор, қияр, қызанақ, бүгін таза қазақша сөйлемесем, колбаса, сыр, жасыл бұршақ, одан кейін жүгері, дұрыс айтып жатырмын. Одан кейін керешки, одан кейін майонез. Ендеше осыдан дәмдеп бір жақсы салат жасай қояйық. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналымды қолдаңыздар. Қазақ каналын қолдаңыздар. Бүгін мен әріптестеріме айтам. Біз енді семейліктер пысырамыз деп айтамыз. Енді сіздер қабылдасаңыздар да, қабылдамасаңыздар да. Әдеби тілде әрине пісіреміз. Бірақ біз пісіреміз деп айтпаймыз. Біз пысырамыз деп айтамыз. Сіздер солай қабылдаңыздаршы, мені ренжімесеңіздер. Өйткені менің көңіліме кеп қалды. Сен бірінші дұрыстап сөйлеп алсашы деп қояды ғой маған біреу. Менше таза әдеби тілде сөйлейтін біздің Шығыс Қазақстан өңірі, Семей өңірі. Оған ешкімнің таласы жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан ондай бір болмашы нәрсеге бола жаман комментарий, жаман деп қабылдамаймын енді мен. Сондай бір комментарийларды негізі жүрегіме жақын алып қалатын бір привычкам бар енді мен. Сондықтан енді ол диалект сөз, сіздер солай қабылдаңыздар. Енді мен бір күнде бірден пісіреміз деп айтамын деп айта алмаймын. Өмір бақи пысырамыз деп айтқан сөзімді енді тырысам әрине. Сіздер де айтасыздар ғой, ұсақтап тураймыз деп айтамыз біз. Сіздер неме деп айтасыздар? Ұсақтап неме дейді? Құдайым-ау, бір қызық сөз айтады. Ал мен оны өзім ұғам. Ол кісі тураймыз деп айтып жатыр деп. Болды. Сіздер де солай қабылдай берсеңіздер, сол сөзге тіреліп, дұрыстап сөйлеп алшы деп қалай жаман әсер етеді адамға. Сондықтан менің тұрақты көрермендерім, ондай ұсақ-түйек нәрсеге көңілімізді бұзбайық. Мен пысырамын. Сіздер солай қабылдаңыздар. Сіздер де деп бір не деп айтасыздар? Сіздер деп сөйлейсіздер. Мысалы, Шығыстың Зайсан, Тарғатайдың қыздары, мысалы, ш деген әріптің орнына ч деп сөйлейді. Біз каждый раз сен ч деп айтып қойдың деп онымен төбелес ашпаймыз ғой. Сол секілді ол диалект сөз. Сіздер оған дұрыстап сөйлеп ал деп маған жазасыздар. Мен ренжіп қалдым сіздерге. Негізі жақсы адам жақсы комментарий жазады. Менше өзім сөйтіп ойлаймын. Мен де көрем, мысалы, бірақ мен ешқашан жаман комментарий жазбаймын елдерге. Өйткені адам еңбектеніп жатыр, адам тырысып жатыр. Соны жасамай жатқан адамдар да бар, мысалы. Енді әркім өз үшін жасайды ғой әрине. Сонда да мен үндемей қалсам, мысалы үшін мен оны білмегендіктен үндемей қалмаймын. Мен білгендіктен үндемей қалам. Сіздер де сөйтіп отырсаңыздаршы. Бір сөзге бола ренжіп. Өткенде бір блогер, мен қазір бір нәрсе айтсам, бұлар қазір неше түрлі жаза кетеді. Құдай үшін жазбай-ақ қойыңыздаршы, жай ғана оқып өте салыңыздаршы деп айтқан сияқты. Әркімнің психологиясы әртүрлі. Оған ренжуге де болмайды шығар мүмкін. Дегенмен онша емес.
бір-бірін қолдап, мысалы орыстардың комментариясын оқысам, ана қалай сізде күшті бәрі жасалды, қандай кереметсіз деп мақтап айтайын деп тұрған сөзін жай ғана айта салады ғой. Сен оны бір жүрегіңмен қабылдамайсың да, потому что ол сенің алдын ала сені жақсы сөздермен психологиялық түрде сені жақсы қылып алды. Одан кейін сен оның айтып жатқан мысалы сынын жақсы көтеріп өте шығасың ары қарай. Бізде қазақтар бірінші былшылдатып немене жазып алады ғой, негатив жазады ғой бірінші. Негатив всегда енді негатив деген нәрсені біз әрқашан айтамыз ғой енді оны. Менше кішкене қолдау көрсетіп, жарайды, қазағым сөйтіп жатыр екен дейсіға болады ғой. Тура тырнақ астынан кір іздеп отыратын адамдарды онша көрмеймін, шын айтсам. Көп обидасын айтып кеткен дей ме бүгін мынау эфирді? Қайтейін енді, мен де пендемін ғой. Сол бір пысырғанға неге тіреліп қалдыңыздар? Айта берейінші пысырайын деп. Пысыр деп, жаз деп. Ой, комедия. Пысыр деп айт дейме маған. Диалект сөз дедім, иә, мысалы, әр жерде әртүрлі айта береді. Солай қабылдасаңыздар жоқ. Как будто мен бір айта алмайтын адамша үйрен демей маған. Әй, қазағым-ай, бір анекдот есіме түседі. 3 ұлт болған ғой. Қазақ, орыс, еврей. Содан бір қазанның түбіне салып қойыпты дейді, үшеуін. Содан еврейларды не істеген қандай? Қазанның бетін жауып тастаса да, әйтеуір бір жерінен тесік тауып шығып жатыр дейді. Соны бір кезде орыс ағайындарды да қазанның бетін жауып тастаса, олар да бір-бірін қолдап, бір-біріне көмектесіп шығарып жатыр дейді. Содан енді қазақ әкім келген кезде қазанның бетін жаппайды дейді. Соны сұрамай ма? Ойбай, неге бетін неге бетін жаппай жатсыңдар мына жерде, қазақтар шығып кетеді ғой десе. Әй, қазақ онсыз да шығармайды бір-бірін. Қазір біреу шығып келе жатса, етегінен тартып, оның көзін құртады деп. Сол сияқты енді. Кішкене сол жағы жетіспей жатады енді бізде. Қай заманда да болған ғой енді оған. Ешкімге ренжуге болмайды. Осындай бір салат дайындадым мен. Міне. Босап қалған ғой. Е? Қалай болды балам? Енді майонезімді ортасына салайық. Әп-сәтте салатымыз дайын болды. Ал енді құрметті менің көрермендерім, міне мен әп-сәтте осындай аз ғана нәрселерді қосып, жақсы бір салаттың түрін көрсеттім. Оны өздеріңіз де білесіздер. Бірақ біз енді осындай контент түсіргіміз келді. Менің каналыма бір ғана қоңыраушаны басып, маған үлкен, жақсы бір көңіл-күй сыйлаңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Оразадан оразаға аман-есен жетейік. Енді бастап жатқан ютуберлер болса, қолдайық, қазақша каналды қолдайық, қазақша қазақтың қыздарын қолдаңыздар. Мен сіздермен біргемін. Сау, саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Ардақ Әлбекова.